Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен осындай зебра пирогын дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, 3 жұмыртқаның үстіне 200 грамм мөлшерінде қантымызды қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз және де ақ ұлпа масса болғанша бір бағытта миксерлейміз. Миксерлеуге 7-8 минут көлемінде уақыт кетеді. Жақсылап миксерлеп аласыздар. Бізде осындай масса шықты. Осылай әппақ масса болғанша миксерлеп, үстіне 250 грамм мөлшерінде қаймақ қосасыздар. Қаймақ менде 20%. Қаймақ қосқаннан кейін бір араластырып аласыздар. «100 миллиграмм сұйық майымызды, бір шай қасық қопсытқыш 18 грамм мөлшерінде және де үстіне 300 грамм мөлшерінде ұн қосамыз. Ұн қосқаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Лопаткамен араластырсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін екі ыдысқа бірдей ғып массаны бөлеміз. Бір ыдыстағы массамыз осылай әппақ болып қала береді. Екіншісіне какао қосамыз. Какао бізде 20 грамм мөлшерінде қостық. Какао қосқан массамызды жақсылап араластырып аламыз. Егерде масса қою болып кетіп жатқан жағдайда біраз қасық сүт қоссаңыздар болады. Қоспасаңыздар да болады. Осылай бір қасықтан шоколадты массамызды және де ванильді массамызды бір-бірінің үстіне құйып шығамыз. Осылай құйып шығыңыздар. Осындай ағаштың көмегімен бетіне узор салып шығамыз. 170 градуста 35 минутта дайын болады. Ас болсын. Жасап көріңіздер.